бала кезімізде 9-10 жасқа жеткенге дейін енді қыз бала, ер бала деп қарамайды ғой. Жалаңаш, жалғыз жағы, өздері айтып отырған ағаларына қалған қара труси дейтін едік қой. Шортиктің орнына соны киіп аламыз, бірақ ішінде қыз баланың іш киімі болады. Әжем ол жағынан қатты қарайды. Ананы киіп аламда шортик қысатып, белім келсе келді, келмесе жіппен буып алам, атқа жалаңаш шабатымын. Жалаңаш жайдақ шабатымын. Сонда ана арқамыздың терісі бір 5-6 қабаты түсіп қалады шығар. Қап-қара кәдімгі баклажан ғой. Бак шашты кәдімгі мына жыныма тиген кезде аламда оңды-солды қашымен кесіп тастаймын, сентябрьге дейін өзі теңеледі, өсіп кетеді. Мектепке алғашқы барған кезде енді менен қара 2 көзім ғана қалады, кәдімгі табанымда ақтабан демекші 2 қолым ғана қалады, табаным қалады. Қалғанының барлығы қап-қара. Сосын жазда аяқ киім де кимейтінмін. Аяқ киім киеміз ғой, бірақ мен кимейтінмін. Ана құмды да басамыз. Бірақ қыс түскен кезде үйдің ішіндегілердің бәрі тұмау дейді, анау дейді, на дейді, ауырып жатады. Мен ана төбеден осы 1 метр, 2 метр мұздар қатып тұрады ғой, салбырап. Соны күрекпен ұрып алды да жейм, қашан ауырам деп, ауырған класстастарыма қызығам. Себебі сабаққа бармайсыз, ауырсаңыз? Жоқ, қызық маған ауырғандар, олардың ауырғанда, мен де ауырғым келеді. Анау жалғыз дәрігер бар ауылда, фельдшеріміз, сол дәрі береді, витамин береді, укол береді, соған қызығам. Анау бір қызық сияқты. Мен еш жерім ауырмайды. Қара қайыстай болып кетем де, не бір 2-3 аптаның ішінде аппақ боламыз ғой қайтадан. Сөйтіп келесі жылы майдан бастап қайттан басталады. Ер бала секілді өстіңіз. Ер бала ұқсап өсті. Жаңа айтып отырмын ғой. Тіпті ата-анаңыз 1-ші сыныпқа апаруды ұмытып кетіпті. Ұмытып кетті. Мен 2-ші тоқсанда бірақ бардым. 1-ші тоқсан оқымады, 1-ші сыныпты. 1-ші тоқсан оққан жоқпын. Соған қарағанда айтқан шығар, мынаның жасы келіп қалды, апарсайшы деп оқуға барайын деп жүрген, мен жоқ, шаруам жоқ. Соны жетектеге барып тастады. Сонда күздің уақыты мен есімде қалғаны. Менің басымда біздің жақта енді суық жер ғой, қара суық. Түлкі құлақшын. Қолдан әкем мен өмір бойы өзі тігетін құлақшындарды. Сосын аяғымда бір пима сияқты ма, емсемсесінде резинка табаны бар. Сол костюм шалбармен жетіп бардым. Бәрі ала деп мені мазақтап күлді. Өйткені барлығы форма киген, мұрын сүртетін орамалдары бар, кәдімгі дәптерлері бар, дәптерлердің сыртын қаптаған. Менде сырты қабыда жоқ, кітапта жоқ. Қасын дейтін ағайым келді де, сонда мұғалімдер де әулие ғой. Маған таяқшалардан басып салып, үйретті ақырындап. Ана жақта қараса, мен есімде 2 қосылған 2 тең деген қасымдағы қыз жазып отыр. Әп-әдемі анаған қарайым, өзіме қарап қойым. Сонда барып мен ұялдым киіміме. Содан кейін көйлек әкеліп берді. Жағы қыз баланың формасы болады ғой, қыртысына жағы плесеров. Оны енді кию маған деген масқара анау. Колготки мен көйлекті кию деген мен үшін ең сұмдық дүние. Сосын кимеймін ғой. Кимей қырғын салып жатырмын. Көйлекті кисем, асты желеулейтін сияқты бір түрлі анау кимеген адамға. Содан сол кезде Техас шалбарлар болатын еді ғой. Сол шалбардан әкеліп берді. Соны ұзын болғасын балағын қайырып қойдым. Қазір жұрттың бәрі қайырады. Сол кезде мен сол стилесім өзім екем ғой. Соны киіп алам астынан. Сол кезде мұғалімдер ештеңе демейді, біздің жақ суық қой. Әйтеуір етік бірдеңелерді әкетіп, жағы нелерімді алып берді, оқу құралдарында. Сонда айтайын деген, айналдырған 3.90-да сол жағы маған күліп отырған балалардың бәрін озып, грамотамды алып, Қасым ағайдың ең үлгілі оқушысы болдым. Аттың жалымен өскен еркек шора Жанар өзін қай сыныпқа келген кезде бой жеткен сезіне бастады? Мен сол 13 жастан асып 14-ке жақындағанда ма әкем аттан алып тастады. Мінгізген жоқ мүлдем. Жарысқа қатысатынмын жағы. Бәйге жасаймыз өзімізше. Сосын ана бригада дейміз ғой жастардың. Сонда қаптаған балаларға 17-18-16-17-дегі балалар жас келген. Мен кішкентай балам. Менімен жарысып шабады, солармен жарысып. Айту, ат тұрса болды. Мен поштабай дейтін атым болды, қызыл биік. Өзім мін алмайым, биік. Мінгіз жібереді. Сосын кейін анау биік болғасын поштабайдың жорға ет жақсы кәдімгі, су жорға. Әдемі жорғалаған. Сізге арналған ат поштабай. Өзім поштабайым. Содан кейін оны білмеймін. Біреулердің көзі түсті ма, алып кетті ма, әйтеуір кейін бір Ақсан деген атқа мінгеді. Ол айғыр еді. Ол енді деген байқап отырмасаң, үстіндегі адамды ана баласынған, мені баласынады ғой, әкемнен қорқып ат біледі ғой. Тістеп лақтырып тастайды. Соған міндім. Өзім шидерін салам, тұсаулайым, анау тепсе мен ұрам оны. Сөйтіп тістеп жатса ауыздығын былай қарай қайырып қойып
мініп кетем өзім. Басқа ешкі әкем сосын мен міне алмайды ешкім. Сол Ақсанға мініп сөйтіп жүрдім. Кейін сол енді қыз баланың формасына келеді, сосын қызға 40 үйден дейді сөйтіп алып тастады да, содан мен шет қалып қойдым көп неден. Оған дейін әкем аңға шықса қасында мен, жұмыртқа ауласа мен, құс ауласа мен, киікке шықса мен қасында, тек қасқырға алып шығып қайтып, бір рахат өмір менікі болды енді.